Бәкең пышақты құрқылтайдан отыртпақ болып оңтайланды. Пышағына оралып алған бір нәрсе қолын алға жібермей жүр. Сол қолы да қарысып, қарымы кетіп барады. Бәкең де сасайын деді. Дауыстап иттерін шақырды. Тағдыр иттер келген беті қабанның тірсегімен шабынан алды. Жан ашу оңайма бұлқынып күш алғанын қабанның құлағы қолынан шығып кетті. Екі ит бірі алдан, бірі арттан қабалап жібермей жүр. Қабан да әбден ашынып алыпты. Иттерге айбар шегіп жан таласады. Оңтайланып алған Бәкең бір орайлы жерде мысықтай атылып қарғып мінді де құлақтан қайта басты да пышақты дәл жүректен құлаштай ұрды. Қабан шыңғырып барып ұзыннан түсті. Бәкең жарғағының екі өңірі жалбырап алдында жүрген енді көрді. Көгала қабан мана тұмсығымен бір түйіп, басынан күш алып кеткенде, оның жарғағын қайыс белбеуін бірге тіліп түскен болатын. Абырой келгенде шалбардың бауы аман қалыпты. Болмаса Бәкең ышқырына оралып, неше омақасатын еді. Жауды жеңгеннің жарасы білінбейді. Егер басымнан күш алдырып, жарғақпен белдеуді тілдіріп, өзін ала алмағанда үлкен намыс еді деп, жарғағына ине шаншыған сайын күледі. Бәкең орнынан тұрып ұзын қайыс арқанды төрт бүктеп беліне буды да тек асқанға қарады. Неше күннен бір оқтан құтылған текелі сол кереге тастан асады да жоқ болады. Бәкең сол кереге тасты асуға құмартып, неше келсе де асып жығатын жол таба алмай қойған. Міне тағы келіп барлай шолып тұр. Жаңа ғана бір топ тек асқан қабырғамен не дәуір жеріне келіп еді, бірақ ені 2 метрден артық жаламаға келіп бөгеліп қалды. Қарсыққа біткенде екі тұбырғай дәл әлгі жерде жатыр. Жаламаның екі жақ шетіне бітіпті. Әттең сәл қол жететін жерге өнсе, кім өртіп жіберер еді мұны? Онда осыдан ұстап өрлеуге болады-ау. Неге ғана Құдай бұған қаумет беріп, сақал мұрт бермейді дегендей. Алған бетінен оңай қайта қоймайтын Бәкең орнынан күлімсідей түрегелді. Беліндегі ұзын қайыс арқанын шешіп алды да текенің сақалындай сүйренген бір тұбырғайға кеп жасап чалмасын жая тастады. Жасынан чалмаға дағдыланған қолдың сілтеген арқаны қалаған жерінен барып тұзақтай жайыла түсті. Бабың табылды. Тұйыққа қамалатын өткел таба алмайтын мен қайсы заманның адамын деп масаттанып жымиып қойды. Арқанда сомалай тартып ырғайдың дәл түбіне келтіріп, бұра тартты. Жолынып кетер ме деген күмәнмен күшейті тартып көрді. Ырғай неше адымға басылса да былқ етер емес. Арқанның өзіне сенімді екінші ұшын өзі тұрған жақтағы ырғайдан мықтап байлады. Сіре шақайын шешіп беліне байлады да кідірмей тартқан арқаннан ұстап байпақшаң өтуге бел байлады. Арқаннан қос қолдап ұстап өтіп келеді. Асты ұшпа жалама 2 метрден артық жерден өткенше талай ойлар кеудесіне кіріп жүрегін тырналап шықты. Кейбір ойлар денесін шанышқақтап тиресе, енді бірі тұла бойына өрт қойып жібергендей лап беріп ду ете түседі. Міне қас қағымда өте шықты. Сонда дәлгі ұшқыр қиялдар маңдайынан чып-чып тер шығарып жіберіпті. Көрсін деп көз берсе, ойлансын деп ми берсе, оны істете алмау мақұлық хайуанның ісі. Жолсыз жерден жол тауып адамның ғана қолынан келеді. Дайын жолмен мал екеш малда жүреді деп шақайын тарта отырып масаттана милықтан күледі. Екі ит ар жағында қыңсылап құйрықтарын бұлтаңдатады. Өзіне қарай өтпек болады, қар деп зекіп тастады.
Бадымжап кереге тастан өтіп кезеңге шыққанда топ-тобымен тұрған текелер дүркірей қашты. Бадымжап біріне де оқ шығарған жоқ, мылтығын иығына сүйеп отыра кетті. Қарт Тиянжан ішке бүккен сыры көп екен-ау деп, айналасына таңырқай қызықтай қарады. Мұз жамылған ара түсті бас жоқлар әдейі жасаған қой қораға ұқсайды. Ал Бадымжап соның есігінің аузынан алып тұрған чопаны сияқты неткен сұлу табиғат. Ақбас жоқлардың бауыры шалқақ кер қабырға. Одан төмен киіз үйдің басқұрындай дөңгелене өскен жасыл қарағай. Қатпар жылғалар жарыса келіп бұдырмақ шалғынды дөңестерге айналады. Сайтағаны дөп дөңгелек көк жазық. Ортасын қақ жарып аққан кішкентай өзен, әр жылғадан жылжып түсіп, шатқал ноқаттай күміс бұлақшалар. Жартастағы үйірге түскен текелердің мүйізі бейне қураған аршадай көрінеді. Ай, Қарынбай қораны келістап жасапты. Есігі де берік, бірақ есігінің осы ашылған. Міне менің заманым ашады деп масаттана қарады ол айналаға. Бірақ мына жалмалар мен шатқалдан жол салуға көзі жетпегендей болады. Осы жылы көктемде егіншілер мен малшылар арасында, бригада мен фермалар арасында болған көктеу жайлау таластар есіне алды. Кемінде 10 қара қойдың жайлауы деп мөлшерледі осы өңірді. Оның осы қиялын астыңғы жағында тасырлаған дыбыс бөліп жіберді. Бұғының бір бұзауын 3 қасқыр тықсыра қуып келеді. Жан ұшырған бұзау бө деп өкіреді. 2 құлағын жымырып алған көкжал аузын арандай ашып, бүктелей жүгіріп жетіп те қалды. Бәкең мылтығын алып, көлдүлеңдей берген қасқырдың алдыңғысын көздеп тартып жіберді. Бұрын естілген айбырлы дауысқа бүкіл алқап жаңғырып, алқап іші тасыр-тұсыр дүрбелең болды да кетті. Қанды сілекей шұбырып келе жатқан көкжал омақ асты. Соңындағы 2 бөлтір көз бетінше кетті. Шыбын жанын қоярға жер таба алмай келе жатқан бұзау қарағайдың шетіне іліне бере, артына қарап қойып жоқ болды. Мал жайлауға түрлі көшіп, тау алқабына барып қонғалы бірнеше күн болды. Егіс көліктері де босап топ-тобымен жайлауға кетіп жатыр. Күн еңкейіп барады. Бригада орталығының сыртындағы үлкен арық бойына біртіндей жиналып, 10 шақты адамның басы құрала қалды. Жиналғандардың әрқайсысы күрең құндақты, 9 атар мылтықты бірінің қолынан бір алып мақтасады. Шіркіннің құндақ ағашы қандай жақсы. Талын көрмейсің бе дейді біреу, шақпағын суырып, мылтықтың ішін сығалай қарап. Тіпті ұсталмаған мылтық екен. Бәкең жаман сентралмен ақ қырып салушы еді. Енді мына 9 атармен айналысса бітіп жатыр ғой. Бәкең биыл өз жайлауында болады десіп, жиналғандар Бадымжапқа аудан жағынан сыйға берілген 9 атарды жеткізе мақтап жатыр. Бұл ежелден аю мен қасқырдың, қабылан мен қабанның сорына жаралған адам ғой деп, Бадымжапты құрбысы ұзын сақал Құрманбай да қостап қойды. Иә, мен халық малының жауын құртуға жаралғанмын. Сен сияқты жайлау қораймын деп, топты малды қырып тастамаймын дегенде, қасындағылар ду күлді. Құрманбай 2 қолын артын ұстап, шырт еткізіп, бір түкіріп алды да жүріп кетті. Құрманбай осы бригаданың жер қорушысы. Асқан тоң мінез, морт адам. Істе дегенді бітірмей тынбайды. Бірақ ол кісіде ойланып істеу деген өте аз кездеседі.
Өткен күзде жер қоруға шығарып Құрманбай аға қыстауға бір малдың тісін тигізбеңдер деген бригадирдің сөзін мықтап ұстаған ол көрші ферманың қыстау жаққа барып қалған 100-ге жақын жылқысын жерден шөп жұлдырмаймын деп қуалап, тіпті саулығын жамылып алып үркітіп, қысаң жерден 10 шақты жылқыны құлатып, 5 жылқы өлген болатын. Бадымжаптың айтып тұрғаны сол еді. Бәке, деді бір жас жігіт қолындағы монополгасын көтере. Мерген болам десең, 5 оғыңның 3-еуін санағат дейді екен ғой. Мылтығыңызды сынап көрсек қайтеді. Кәне, мылтығыңды алдымен мен көрейін деп, Бадымжап оның мылтығын қолына алды да, айналасына жағалай қарады. Тосаулы тұрған қоңыраттың арқасындағы бармақтай қызарған жерін бір сауысқан қонып алып мазалап жүр екен. Аралығы недәуір алыс болса да, аттың арқасында секеңдеп отырған сауысқанды тартып қалды. Сауысқан көтеріле беріп қанатын 2-3 рет қақты да топ етіп түсті. Ұсақ балалар шұрқырай жүгірді, ал ендігі кезек сенікі деп мылтығын өзіне беріп. Мергендігіңізге дауым жоқ, бірақ мына шіркін қарғаның қазы болам деп чатын жыртып алғандай аттатып алып жүрмесін, деді сырт жақтан келіп қалған лиқатшы. Бұлар қызылса келе монополканың сіреңкенің қабын дәлдеді. Бадымжап лей-секретар бастаған бірнеше адамдар 150 метрден аудармай тигізді. Енді сіреңкенің қырынан қойып атты, бұған Бадымжаптан басқасы тигізе алмады. Ең соңында атқан лиқатшы қатарынан 2 атып 2-еуін де тигізді. Лиқатшы өрен мерген екенсіз ғой, деді бағанағы бір жас жігіт таңдады. Лиқатшы бұрын 8-ші армияда болған емес пе? Егер халық азаттық армиясының жауынгері мерген болмаса, бір кездегі Жапон шпиондарын мен Камиданның неше миллиондаған әскері оға келіп қырылды ғой дейсің бе, деді. Лиқатшының азаттық ұрыс кезіндегі көп әңгімелерін естіген Бадымжап. Нағыз мерген мына бәке. Біз үйдің қасындағы қаншасы қашпайтын байлап қойған нысанан атып отырмыз. Ал бәкеңнің жүрегі бәрімізден үлкен. Ол өзіне қарсы ұшатын аюды, қабанды қорықпай атады. Жаңағы аттың арқасындағы сауысқанды қалай түсірді, өзіне өзі сенеді. Егер атқа тиіп кетер ме екен деген ой болса, олай тимейді. Не атқа тиеді, не оқ далаға лағып кетеді. Бәкеңде арыстанның жүрегі, мысықтың аяғы, қыранның көзі бар. Лиқатшы Бадымжапты сыртынан да осылай бағалайтын. Барлығы батарына таяған күннің астында даңғырлап сөйлеп келе жатқан 2 атты адамға күн сала қарап тұр. Екеуінің де жетегі бар. Ау, мынау менің мергендерім ғой, деді бәрінен бұрын таныған Бадымжап. Аттылар таяп келіп, аттарынан түсіп, қол беріп сәлемдесті. Ойбай-ай, мынасы не деп балалар шу ете тісті. 2 аюды аузын кергіш деп атқа артып алыпты, 6-7 күшік шоу-шу етіп қыңсылайды. Мұны қалай ұстадыңдар деген хатшы мен Бадымжапқа екеуі жарыса жауап беріп жатыр. Еспелеу қабен мөңкінасынға есе берер емес, оны қағып қойып, ініне тұзақ құрып ұстағандарын, қалай құлақтағандарын, қалай буындырып алғандарын еспелей тұрып айтып шықты. Асудың жолы бітті ме деген лиқатшыға. Бітті, мал бер жағында енді 4-5 күнде асады деп, екеуі тағы да таласа тармаса жауап берді. Ал бәке, шәкірттеріңіздің алғаш рет аю алған үшін той жасамаймыз ба? Кәне қатшы, бірлікті өткізерміз, деді Бадымжап шәкірттерінің
аюда әкеліммен бірге олардың қолданған әдістеріне разы болып. Бәке, ертең дайын болыңыз, біз де сол жерге барайық. Сіздің жаңа мылтығыңыздың дауысын да сонда естідік, деді лиқатшы. Барлығы бригадаға қарай беттеді. Ыштандарын тізеден жоғары түріп алған балалар ауылдан сүйінші сұрағандай аю, аю деп, тірі аюдың баласы деп, озаңдап олардың алдына түсе жапа тармағай тызылдасып жүгірісіп кетті. Жылқыға атылған малшылар көші ирек жолмен құздың басына қарай тартып барады. Көш соңында бөліп қорасымен айдалған ақ қойлар бейне тау бауырына шөккен ақша бұлттарға ұқсайды. Көш бұлт үстінде кетіп бара жатқандай көрінеді. Қазланып қалған жуан аттар да қара тер болып, барлығы да құбақан түске айналыпты. Алдарына балалған әйелдер көш аттардың әуенімен ғана жүріп келеді. 7-8 минут жүріп барып бір демалдырады. Қабырға жолмен иіріл айдалған қойлар қозысынан көз жазып қалады да у-шу болып маңырап шатқалды басына көшіреді. Тияншанның жылқының қартасындай қабат-қабат ақбас шыңдарының осы бір қойнауы бірінші рет келген қой даусына таңырқағандай аңырап, жаламалар қой үніне үн қосып бірге шулайды. Қой жүрісіне шыдамы кеткен балалар күзекші құнан, шолақ құйрық тайларын тебіне түсіп, қойларды өрге қарай ықсыра айдайды. Әрбір қораның қоныстарын белгілеп болған лей-секретар сал шеру ашалық бригадасының жауаптыларын сол қоныс басына қалдырып, өзі Бадымжап екеуі дәл кезеңде көш алдында отыр. Көште ат жетелеген қазақ моңғол келіншектері қайнаға ерулік даяр шығар деп Бадымжапқа әзілдей өте берді. Жөн келін жөн, еруліктерің даяр деп бүгін күндегісінен де өте көңілді жүрген Бадымжап қарқылдап күледі. Қане бәке, атқа қонайық. Келіндерің жаңа жұртта мал сойдырмайды, ол ата салты. Тыңнан қоныс беріп отырған мейіркең ақбас ана Тияншан ерулігін де өзі берер, деді лей-секретар шылбырын еріне салып жатып. Қопарла көшіп отаулары келіп жатқанда қарындағы майын басламайтын ана болама. Анау алдымызда кертастан ақ біздің оң қосқа ерулік шығып қалады деп бәкең жымия күліп солай тартты. Қарағайдың желкесінде кермен екеуі қабырғалап келеді. Бәкәу, мына жер бұғының қорасын ұқсай ма, деді лей-секретар тағы да бұғының бір қу мүйізін аттан түсіп алып жатып. Биыл бұл жайлаудың кірімі ұшан теңіз болады. Аңшылық емес, осы мүйізден ақ $1 миллион кірмеңіз келе береді. Мұны әлі малшылардың отынша теріп арқалап әкелгенін көрерсіз. Өзінің осы жер тапқанына ішін қуаныш кернеген бәкең Насыбайын көңілдене атып, үзеңгі бауын соза шіреніп қояды. Біздің бұл қонысты тауымыз жаңа бастама. Мына ақбас құздардың арты да бүтіндей мұз емес. Осындай алқаптар мен қойнаулар бар шығар. Бұл таулардың барлығы да қарлы таулар ғой, секретар. Су бар жерге шөп өспейтін заң жоқ. Жасырынып жайылып жатқан жайылымдар көп қой. Бірте-бірте бәрінің де шымылдығы тіріліп, бет перделері ашылады. Бәке, мына жердің шөбі оңғыра қойға ырық бере қояр ма екен? Кеште бақташылар мен бригадалардың алып бір ақылдасып көрсек, тура табылғанда бір-екі қос жылқы да келтірсек. Біріншіден жазғы жайлау үнемделсе, екіншіден қысқы қыстау кеңейді, әрі бұл жердегі бақташыларға қымыз да болсын.
Табылған сөзге талдаудың керегі не? Бұл жердің күнгейінде де күндіз қой жусамайды, өте салқын. Осы жерден қайтқанда кәрі саулығың ту қойдай болып қайтуына мына мен кепіл. Мұнда бір ғана кемшілік бар. Ол жауын көп жауып керден құлама көбірек болар ма екен? Егер мықты бақташылар болып, сол жағын кезінде қолдана білсе болды. Жылқы жыра салып тойынады. Бұл нағыз қой мен жылқыға жаралған жер деп, бәкең өзі бастай алмай келе жатқан сөзін вице-губернатор бастап берген соң ақтарылып кетті. Меніңше, осы мал етекке қайтқанша ана бала мергендеріңізді, керек болса басқа бригадалардың мергендерін де алдырып, осы жерге орналастырсақ. Өзіңіз аз айтқандай, бұл жердің жыртқыш аңдары да аз емес қой дегенде вице-губернатор басқа бригаданың мергендерінің қажеті жоқ деп бадымдап. Оған өзімізде жетісеміз ғой деді. Алдына тесіле қараңыз, секретор. Алдындағы көлеңке жамылған кертасқа қара. Вице-губернатор қабырғада аяңдап келе жатқан атының тізгінін тежей тартып тұра қалды да. Қане бәке, мынаны аласыз ба деді, мойнындағы бесатарын алып жатып. Жоқ, өзіңіз атыңыз, бірақ мені әнеу кезеңшеге жетіп алғанша оқ шығармаңыз. Мен бас киімді қолыма алғанда ғана атыңыз деп, бәкең атымен иттерін осы жерге қалдырды да, бейне еңіске қарай жүрген аюдай көржеңдей басып зыта жөнелді. Бала мінезді қызық адам деп вице-губернатор оның жүрегіне де қызыға қарап отыр. Вице-губернатор ең шетіндегі текені атып қалды. Қалған текелер жапырыла қашып бадымжаптың алдына жетіп келді. Бәкең артатынан екі оқ шығарды. Біздің ақсақал аңның қалай қашатынын да біледі екен-ау деді вице-губернатор өзінен өзі оған риза болып. Бұған үш текені екі атқа бөліп теңдеп алып қайта оралғанда әр бұраққа орналасқан қой ауылдарының түтіні көкке көтеріліп созылып жатты. Қаптай жайылған қойлардың шалғыннан жондары ғана көрінеді. Жүк артып мініліп келген аттар да енді жіберіліп жатыр. Жарайды бәке, міне біздің жаңа жайлау деді. Жер көркіне жараса қалған малды көрген вице-губернатор. 1961 жылы Құлжа, Үрімжі. Авторы Қаусылқан Қозыбайұлы. Жаңа жайлау. Оқыған қабілет.